Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз ауызда еритін өте дәмді печенье жасайтын боламыз. Оның салмасына алма мен жаңғақ қосылған керемет дәмді печенье дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге айран, шекер және үй температурасында ерітілген май немесе маргарин салса да болады, жұмыртқа және ванилин дәміне қарай салып, әдемілеп былғап алып, үстіне керегінше ұн салатын боламыз. Ұнды сала отырып, қопсытқышты қосып, әдемі қамыр елейтін боламыз. Қамырымызды 15 минутқа мұздатқышқа қойып, салқындатып аламыз. Оған дейін біз өзіміздің алма мен жаңғақ қосылған салмамызды дайындайтын боламыз. Бұл үшін бізге алма, шекер және жаңғағымызды кішкене қуырып аламыз. Дәміне қарай корица қосатын боламыз. Осы барлығын қосып, араластырып, салмамызды дайындап, енді 15 минут тоңазытқышта тынып тұрған қамырымызды осылай жайып, шетіне салмамызды салып, әдемілеп орап шығамыз. Әдемілеп орап шығып, 2-3 сантиметрдей етіп кесіп отыратын боламыз. Осылай бөліктерге бөліп алып, табамызға пергамент қағазын жайып, осылай 180 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа салып, беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің печеньеміз дайын болды. Енді ыстықтай алған бойда үстіне сахарный пудра сепсеңіздер, өте керемет дәмді және әдемі болып көрінетін болады. Печеньенің рецептісін описанияда қалдырып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда көптеген қызықты видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Баршаңызға ас болсын.